Ірі көлемде пара алған Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Болатбек Қаюпов пен оның сыбайласы қамауға алынды. Лауазым иелері мемлекеттік сатып алу аясында 78 миллион теңгенің медициналық жабдықтарын жеткізген. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорынан 7 миллион 800 мың теңге пара алған. Содан соң атқарылған жұмыс және жабдықтарды қабылдап алу актілеріне қол қойған. Мемлекеттік мекеменің басшысы және оның сыбайласы Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 128 бабы тәртібінде ұсталып, Орал қаласының полиция басқармасына уақытша ұстау абақтысына қамалды. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне жария етуге жатпайды. Таразда індетпен күреске бөлінген қаржыны жымқырды деген күдікпен денсаулық сақтау басқармасының лауазымды тұлғалары да тергеліп отыр. Олар медициналық бұйымдарды жоғары бағамен сатып алған, мемлекетке 8 миллион 730 мың теңге көлемінде шығын келген.